Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай пиццерияда жасалатын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды құйып, оның үстінен 1 шай қасық ашытқы, тұз және де 2 ас қасық қант саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды осылай 3 бөлікке бөле отырып қосатын боламыз. Енді үстен 3 ас қасық сұйық май қосып, қолымызбен жұмсақ қамырымызды илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді оның үстіне пищевой пленка жауып, жылы жерге алып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілгенше соусын дайындаймыз. 2 қызанақтың үстінен қайнаған ыстық су құямыз. Сонда қызанағымыздың қабығы оңай ашылатын болады. Қабығын ашып, енді оны блендердің астына саламыз. Үстінен 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық оливковый май құямыз. Және де 1 шай қасық петрушка саламыз. Енді барлығын жақсылап блендермен езіп аламыз. Сұйықтығымызды табаға салып, су тартылғанша, қоюланғанша 5 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің соусымыз дайын болды. Суы тартылып, қоюланды. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осындай көтерілді. Енді оны 2 бөлікке бөлеміз. Және де табаның астына осылай ұнымызды сеуіп жеріп, қолымызбен біздің пиццамыздың қамырын жайып аламыз. Осындай пиццаның формасын жасап аламыз. Енді алдын ала біздің дайын болған соусымызды салып шығатын боламыз. Соусымыз жағып шықтық. Енді үстінен біздің сырымызды теркадан өткізіп, осылай бетіне салып шығатын боламыз. Енді оның үстінен біздің колбасамызды қойып шығамыз. Мінекей дайын болған пиццамызды қызып тұрған пеште 220 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Біздің пиццамыз дайын, мінекей пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сыры да созылмалы болып шықты. Дәл осы рецептін жасап көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендер